Ауыл шаруашылығын қарқынды дамытуға қажетті жағдай жасау мемлекеттің міндеті. Сонымен қатар, ауыл аймақтарды кешенді түрде өркендету аса маңызды. Елімізде бірнеше жылдан бері ауыл ел бесігі жобасы жүзеге асырылып жатыр. Соның аясында 1000-нан астам ауылдағы 3700 нысан жаңғыртылды. Оның бәрі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандары. Бұл жұмыс болашақта да жалғасады. Биыл тағы 1,5 мыңнан астам жобаға бюджеттен 143 миллиард теңге бөлінеді. Мен сайлау алдында ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту қажеттігі туралы анық айттым. Бұл маңызды міндеттің бірі. Оны ауыл шаруашылығы кооперациясы арқылы жүзеге асыру керек. Сол үшін ауыл аманаты жобасы қолға алынады. Ауыл тұрғындарына 5-7 жылға жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беріледі. Ауыл шаруашылығы кооперативтері халыққа қызмет көрсету және өнім өткізу үшін құрылады. Оларға құрал жабдық және техника сатып алу үшін субсидия беріледі. Осы мақсатқа 1 триллионға жуық теңге бөлінеді. Ауыл ел бесігі, ауыл аманаты жобалары ауылды дамытуға арналған жаңа тұжырымдамаға арқау болуға тиіс. Топырақтың құнарын сақтап, оны жақсарту үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану үшін бақылауды күшейту маңызды. Өнім көлемін арттыруға және оны әртараптандыруға баса мән берген жөн. Ауыл шаруашылығы саласындағы реформаларға сапалы заңдар қажет. Бұл жұмысқа мәжілістен орын алған ауыл партиясы өз үлесін қосады деп сенемін.